тұлпардың дүбір қаққан тұяғы көкірекке сырлы сарын құяды. Сыңғырлаған сан мың әуен япырмай шанағына қалай ғана сияды деп ақиық ақын Төлеген Қажыбай жырға қосқан қазақтың қоңыр үнді домбырасы халқымыздың ғасырлар бойы жинақталып, атадан балаға мұра болған дүниетанымы мен ұлттық құндылықтарын дәл жеткізе алатын ерекше аспап. Қазақтың ұлттық рухына теңейтін киелі қара домбыраның қалпын бұзбай, қазақи қоңыр үнін сақтап жасау, он саусағынан өнер дамыған қолөнер иелеріне ғана тән жұмыс. Солардың бірі Көкшетау қаласының тұрғыны, домбыра жасаушы шебер Самат Қаршалыұлы Қадыралин. Менің есім Самат Қаршалыұлы Қадыралин, фамилиям. Туып өскен жерім мына Қазақстандық Тау районы дейді, Байғы Балқаш районы. Сөзінде бір кішкентай ғана Новоселовка деген ауыл болды. Бардағы сөзді өскем. Бала кездеріме, жастық кезіндегі ағашқа құмарлығым болды. Түрлі жиһаз жасап, ағаш сүргілеп. Сосын бара-бара домбыраға көштім. Домбыраға көшкелі, домбыра істегелі 32-33 жылдай болып қалды. Айтайын дегенім, домбыраға қалай келдім, қалай істедім дегенде, бізге осы аталарымыздан қонды. Неге десеңіз, үйде қанымыз жиһаз болды, түрлі скамейке болсын, стол болсын, кровать болсын, соны бабкаларым кезінде өз қолымен істеп кеткен адамдар. Күнде-күнде үйреніп жатырмын, ізденіп жатырмын. Менің домбырамды қазір музыка мектептері көп қолданады, музыка колледжі, консерваторияда бар, шетке тарап кеткендері бар, Атырауда, Алматыда бар, Қарағандыда бар, шетелге де кеткен де бар. Ақырын-ақырын солай мінекей домбырамызды істеп жатырмыз. Домбыра қалай істелінеді десе, домбыра оңай нәрсе емес, ойланып, ізденіп отырамыз, сондай. Домбыраны істей бастағанда бәріне қызықтым, әртүрлі материалға қызықтым. Әлемде қандай ағаш бар? Венге дейміз, эбен дейміз, қарағаш, явр дейміз, бубинга, амарант дейміз, туя дейміз, түрлі ағаштардың бәрін алдым. Енді тоқтағаным мінекей жаңғақ, орех, сосын бук емен. Олардың домбыраның бағасы сол ағаштың бағасымен байланысты тікелей. Бір домбыраны істеп шығару үшін, мысалы, 4-5 бір жеті уақыт керек. Бірақ ол тек қана қазір. Ол қолданған ағашым баяғыда 1 жыл бұрын кесіліп, 2 жыл бұрын кесіліп, күйіп жатқан ағаштар. Сондықтан бүгін жиналып жатқан домбыраның тарихы 2-3 жыл бұрын жатыр. Технически деген, сборка деген, жинап тастау дегеннің 1 жетінің ішінде домбыра дайын болады. Бірақ дайындығы жылдап оның алдында жатыр. Әлгі Японияда, мысалы, немересіне садақ істеп беремін десе, атасы ағаш дайындап кетеді екен, кептір бәрін. Сосын әкесі істейді, соны ғана соның баласына. Сонда атасының дайындаған ағашы немересіне ғана жарап жатыр. Ханам болды, оншақты алған шәкірттерім болды. Оның ішінде орысы да, қазағы да бар, әйелі де, еркек балалар да бар. 5, 6, 10 жылға дейін шыдағандары бар. Жұмыстары ауырлау болғасын тастап. Шәкірт десе, қазір күнде шәкірттерім мінекей, менің немерелерім, енді соларға сенім артып отырмын. Екеуі осында жүгіріп жүр, андасында сүгіліп қояды, қолының кішкене ептері бар деп ойлаймын. Мүмкін домбыра істейтін шебер болмай шығар, мүмкін болады шығар, бірақ бірдеңені енді сіңдіріп кетсем, оларға менің кішкене қолына ебін, сосын санасына бірдеңе құйып, мүмкін сондықтан мен де сосын мәз-мәйрау болып кетермін осы өмірде. Бірдеңеге мен де бір қажетім болды ау деп. Домбыраның енді жақсы жаман деп өз басым баға бере алмаймын. Оған баға беретін халық, сендерсіңдер, ойнайтын адам, кәсіби болсын, әуесқой болсын. Біз домбырамызбен бүкіл шетелге шығамыз. Бүкіл шетелге скрипкаға қосылады, домбыра, баянға, фортепиано қосылады. Сондықтан талап деген өте жоғары домбыраға. Сондықтан ешқандай фальш болмау керек ол үшін. Ұялмау үшін сапалы домбыра болу керек. Оны істеу үшін міндетті түрлі бүкіл қажетті ағашты қолданасың. Бірақ домбыра болсын. Не әлгі 10 шақты жай қалақ сияқты бірдеңе шығарғаның ол жарамайды. Домбырасыз біз қазақ жоқ.
атамыз айтып кетті ғой, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Ұлтымыздың бойтұмары домбыра күнімен барша отандастарымызды шын жүректен құттықтаймыз. Ұлттық рухымыз әрдайым асқақ, еліміз аман болсын.